Сәлем достар. Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз қиық пирамида. Қиық пирамида дегеніміз не? Ол берілген толық пирамиданы ортасынан немесе кез келген бөлігінен екінші жазықтығымен қиятын болсақ, қалған бөлігі қиық пирамида болып табылады. Олай болса, берілген екі жазықтық белгілейік. Альфа жазықтығы мен бета жазықтығы бір-біріне параллель болуы қажет. Яғни альфа жазықтығы параллель бета жазықтығына. Енді альфа жазықтығында орналасқан 5 бұрышты белгілеп көрсетейік. А, Б, С, Д және Е. Ал бета жазықтығында орналасқан А төбесіне қарсы орналасқан төбені А1, В1, С1, Д1 және Е1. Ал осы пирамиданың төбесінде О нүктесі орналассын. Олай болса, қиық пирамиданың элементтерін тауып көрейікші. Қиық пирамида бізде екі жазық, альфа жазықтығы мен бета жазықтығында орналасқан 5 бұрыштан құрылған пирамиданы айтамыз. Ал оның төбесінің саны n, төбесінің саны табанда, табан жазықтығында 5 бұрыш болғандықтан альфа жазықтығында 5 төбесі, бета жазықтығында 5 төбесі. Барлығы 10 төбесі бар. Ал m қырын санын санап көрейік. Қырын саны альфа жазықтығында 5 қыры, бета жазықтығында 5 қыры және әр қарама қарсы төбесін қосатын қырлардың саны 5. Барлығы 15-ке тең. Енді к-ны тауып көрейік. Қанша жағы бар? Альфа және бета жазықтығында екі жағы орналасқан. Ал осы екі жақтың 5 жақты көпбұрыштан құралғандықтан әр төбесінен қосатын болса, онда бізде 5 жағы бар. Яғни 5-ке 2-ні қоссақ, барлығы 7 жағы бар. Сонымен қиық пирамиданың өзі 2-ке бөлінеді. Қиық пирамиданың бір түрі, яғни бұл жердегі табан жазықтығында 5 бұрыш әртүрлі қабырғалы болғандықтан, ол қиық пирамида. Ал табан жазықтығында дұрыс 4 бұрыш болатын болса, ондай пирамиданы дұрыс қиық пирамида деп қарастырамыз. Енді осы дұрыс қиық пирамиданың элементтерін еске түсірейік. Алдымен табан жазықтығындағы төбелерін белгілеп алайық. Және екінші жазықтықтағы А1, В1, С1 және Д1. Ал АБЦД тік төртбұрышында ВД мен АЦ диагональдары О нүктесінде қиылысады. Дәл солай А1, С1 диагоналі мен Д1, В1 диагональды бір нүктеде қиылысады, оны О1 деп белгілейік. Ал ол О1 мен О кесіндісі қиық пирамиданың биіктігі болып табылады. Қиық пирамиданың биіктігі табандағы шаршыға тік бұрыш жасап түседі. Ал енді бұл жердегі осы диагональға параллель болатындай В1, С1 қабырғасының ортасын К нүктесін, ВЦ-ның ортасын F нүктесі арқылы белгілейтін болсақ, КФ кесіндісі ол толық дұрыс пирамиданың апофемасының бөлігі болып табылады. Ал оны қиық пирамида үшін оны L әрпімен белгілейміз. КФ ол берілген қиық пирамиданың апофемасы. Ал ОО1 осы берілген қиық пирамиданың биіктігі болып табылады. Ал енді осы қиық пирамиданың бір бетінің ауданын тауып көрейікші. Бізге толық дұрыс пирамиданың бір бетінің ауданын еске түсірейік. Оның аудан формуласы табанның периметрінің жартысына бір жағының апофемасының көбейтіндісіне тең болған. Олай болса, қиық пирамиданың бір бетінің ауданы неге тең? S бір бетінің ауданы дегеніміз, оның табандағы ABCD, яғни табандағы шаршының периметрінің жартысына, яғни оның периметрін P1 деп аламыз. Қосамыз екінші A1, V1, S1, D1 төртбұрышындағы екінші шаршының периметрінің жартысына және оны көбейтеміз апофемасының бөлігіне. Яғни берілген бір бетінің, қиық пирамиданың бір бетінің ауданы қарама қарсы жатқан табандарының периметрін жарым қосындысына
көбейтеміз апофемасын деген сөз. Енді бізге толық бетінің ауданы табуды қарастырайық. Енді осы қиық пирамиданың толық бетінің ауданы. Ол бізге барлық бүйір бетінің ауданына, S бүйір бетінің ауданына қосамыз табандағы үлкен шаршының ауданына, S бірде белгілейміз, өйткені үлкен табаны А, Б, С, Д-да орналасқан, және қосамыз оның қарама қарсы А1, В1, С1, Д1 кіші шаршының ауданын. Сонда S1 дегеніміз ол бізде қандай шаршының ауданы? А, Б, С, Д. Яғни үлкен табан жазықтығындағы шаршының ауданы. Ал S2 дегеніміз осы табан жазықтығында қарсы жазықтықта орналасқан кіші шаршының ауданы. А1, В1, С1, Д1. Ал осы қиық пирамидада О1 мен О берілген қиық пирамиданың биіктігі болып табылады. Ал егер осы қиық пирамиданың биіктігі және оның бір жағының және табан жазықтығы мен бұрыш фи берілетін болса, оның бір бетінің ауданын келесі формуламен есептеп табуға болады. S бүйір бетінің ауданы тең болады үлкен табанның ауданынан, яғни біздің суретте S1-ден азайтамыз кіші табанның ауданын, және осы екі айырманы бөлеміз косинус фи бұрышына. Яғни косинус фи бұрышы дегеніміз табан жазықтығы мен бүйір жазықтығының арасындағы бұрыш болып табылады. Біз сіздермен қарастырдық қиық пирамида және оның элементтері. Келесі кездескенше сау болыңдар.